Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін мен сіздермен ОБТ сұрақтарынан 30 сұрақты талдаймын. Бірінші сұрақ. Сөздің ауыспалы мағынасы: А. Қоңыр сиыр, Б. Қоңыр дауыс, С. Қоңыр кірпіш, Д. Қоңыр көйлек, Е. Қоңыр киім. Бұл жерде дұрыс жауабы қоңыр дауыс, өйткені қалған сөздердің барлығы тура мағынада тұр. Екінші сұрақ. Мақтаға қатысты кәсіби сөз: А. Өркен, Б. Жом, С. Түбіртек, Д. Шиет, Е. Әңгелек. Бұл жерде дұрыс жауабы Д. Шиет, өйткені шиет мақтаның тұқымы болып табылады. Ал қалған сөздер өркен, жом, түбіртек деген кәсіби сөздер қызылшаға байланысты сөздер. Ал әңгелек өзіміз білеміз, ол қауын. Үшінші сұрақ. Бірыңғай ашық буынды сөз: А. Барымта, Б. Салалы, С. Екше, Д. Ұтқыр, Е. Оқшау. Мұнда дұрыс жауабы са-ла-лы. Көріп отырмыз, сөз бірыңғай ашық буынды сөз. Ал қалғандарында бітеу, тұйық буындар аралас келеді. Төртінші сұрақ. Бірыңғай жіңішке дауысты дыбысы бар қатар: А. Әлем ертегілері, Б. Әдеби нұсқалар, С. Аңыз әңгімелер, Д. Алдар көсе әңгімелері, Е. Қазақ ертегілері. Осында дұрыс жауабы әлем ертегілері, өйткені бұл сөздерде бірыңғай жіңішке дауысты дыбыстар. Ал қалған сөздерде нұсқалар жуан, аңыз жуан, алдар жуан, көсе жіңішке, қазақ жуан болып келеді. Бесінші сұрақ. Түбір сөз. Өзіміз білеміз, түбір сөз ешқандай жұрнақсыз тұратын сөз. Дұрыс жауабы Е. Қалам болады. Ал қалғандарына қарасақ: оқу Ш жұрнағы, бала лық жұрнағы, қаламгер гер жұрнағы, жастық дегенде тық деген зат есім жасаушы жұрнақтар арқылы жасалған. Алтыншы сұрақ. Сөйлемдегі одағайға қатысты қойылмаған тыныс белгі: Апырау, амансыңдар ма әйтеуір? Міне осы сөйлемде үтір қойылмаған дейді. Одағайымыз бізде апырау. Апыраудан кейін міндетті түрде үтір қойылу керек. Және амансыңдар ма дегеннен кейін де үтір қойылу керек. Дұрыс жауабы А. Үтір. Келесі біз енді 7-ші сұраққа көшеміз. Жетінші сұрақ. Болжалдық сан есімдер қатары: А. 40-50 11-лерде, Б. 13-ші 5-ке таман, С. 3-тен 1 30-40, Д. Мыңдап жетеу, Е. 10-10-нан мыңға тарта. Осындағы дұрыс жауабымыз 40-50 11-лерде. Бұл сандар болжап көрсетіп тұр. Мысалы, шамамен жиынға 40-50 адам келді. Немесе біз сағат 11-лерде, немесе 11-лер шамасында жиналдық. Ал Б вариантына 13-ші бұл реттік сан есім болады. С. 3-тен 1 бұл жерде бөлшектік сан есім. Мыңдап болжалдық, бірақ қасындағы жетеу деген санымыз жинақтау сан есімі болады. Ал Е вариантындағы 10-10-нан дегеніміз топтау сан есімге жатады. 8-ші сұрақ. Ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлем: А. 5 минут өткен жоқ, әскери адам кірді. Б. Өзеннің суы таяз болғанмен жағасы тік. С. Хатты біресе кеудесіне қысады да, біресе оған мейірі қанбағандай бетіне басады. Д. Үйі жақын, сондықтан ол жұмысқа ерте келді. Е. Жанар орнын ұсынып еді, дәмелі отырған жоқ. Осындағы дұрыс жауабымыз
А нұсқасы: 5 минут өткен жоқ, әскери адам кірді. Бұл жерде жалғаулықсыз, салалас, құрмалас. Енді қалған нұсқаларына қарайық. Өзеннің суы таяз болғанымен, жағасы тік. Бұл жердегі болғанымен деп тұрған сөйлеміміз сабақтас, құрмалас, өздеріңіз көріп тұрғандай. С нұсқасында хатты біресе кеудесіне қысады да, біресе оған мейірлене бетіне басады. Сырттай қарағанда шынымен ыңғайлас салаласқа ұқсайды, бірақ мұнда жақсылап қарасақ, біресе деген кезектес мәнді жалғаулық тұрғандықтан, бұл біздің сөйлеміміздің ішінде кезектес салалас, құрмалас болып табылады. Ал енді Д нұсқасына қарайық. Үйі жақын, сондықтан ол жұмысқа ерте келді. Өзіміз көріп тұрмыз, сондықтан деген жалғаулық тұрғандықтан, бұл себеп салдар салаласқа жатады. Ал енді Е нұсқасында Жанар орнын ұсынып еді, дәмелі отырған жоқ. Бұл жерде бірінші жай сөйлем және екінші жай сөйлем. Екінші жай сөйлеміміз бірінші жай сөйлемге мағынасы қарама-қарсы келіп тұр. Жанар орнын ұсынып еді, бірақ дәмелі отырған жоқ деп те айтуға болады. Бірақ бұл жерде бізде жалғаулық жоқ. Мағынасына қарап, бұның жалғаулықсыз, қарсылықты салалас, құрмалас екен көруге болады. Және де есімізде сақтаймыз, жалғаулықсыз түрінде бірінші жай сөйлемнен кейін үтір қойылады және сызықша арқылы ажыратылады. Келесі бізде 9-шы сұрақ. Автор сөзі төл сөзден бұрын тұрған сөйлем. А. Әбіш күлімсіреп, қараны қалай асыл дейсіз, деді. Б. Олай болса, ақыл мида болмай ма, деді баласын барлай қарап. С. Екіншіден, ақыл нұр жарық қызат деген екен. Д. А қызатыл асыл ғой, деді. Е. Әкесі баласына риза болып, былай деді. Оның бәрін қалай білдің? Міне осы сөйлемдерге қарайтын болсақ, автор сөзі төл сөзден бұрын тұрған сөйлем дейді. Әбіш күлімсіреп, автор сөзі қараны қалай асыл дейсіз? Төл сөз, сосын деді қайтадан автор сөзі. Олай болса, ақыл мида болмай ма, бұл бізде төл сөз, деді баласының. Бұл жерде автор сөзі төл сөзден кейін тұр. С-да екіншіден ақыл нұр жарық зат дегенде төл сөз деген екен, автор сөзі төл сөзден кейін тұр. Д. Ақ зат асыл ғой, төл сөз, деді автор сөзі кейін тұр. Еде әкесі баласына риза болып, былай деді дегенде автор сөзі бірінші тұр, ал төл сөз оның бәрін қалай білдің деген кейін тұр. Дұрысы Е болып табылады. 10-шы сөйлем. 10-шы сұрақ. Сөйлем соңында қосарлана қойылатын тыныс белгілері. А. Көп нүкте, нүктелі үтір. Б. Нүктелі үтір, сызықша. С. Сұрау белгісі, леп белгісі. Д. Қос нүкте, жақша. Е. Жақша, сұрау белгісі. Сөйлемнің соңында қосарлана келетін тыныс белгілер, бұлар дұрысы С болады, сұрау белгісі және леп белгісі. Қандай жағдайда қойылады? Екі ұдай мағына айтылатын сөйлемдерде сұрау белгісі, содан кейін леп белгісі қойылады. Мысалы, бұл заман не болып барады деген сөйлемде осындай тыныс белгілер қойылады. 11-ші сұрақ. Мәтелге жататын нұсқа. А. Ең әдемі сөз, ең ақылды сөз болып табылар. Б. Жігіттің кеудесін көтергені, ақылы жоқтығы. С. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Д. Қар жауды деп қуанба, аязы бар артында. Е. Айдағаны 5 ешкі, ысқырығы жер жарады. Мақал мен мәтелдің қандай айырмашылығы бар? Мақалда негізгі ой тура кесіп айтылатын болса, мәтелде негізгі ой тура кесіп айтылмайды, жанамалап нұсқалап айтылады. Мысалы, бұл жерде дұрыс жауабы Е болады. Айдағаны 5 ешкі, ысқырығы жер жарады. Бұл жерде адамның 5 ешкі
баққаны туралы емес, оның істеген ісінің аздығы туралы айтып тұр. Ал енді ысқырығы жер жарады дегенде, оның ысқырығының қатты екені емес, оның сол аз істеген ісіне қарамастан, оның сол істі үлкейтіп, көрсетіп айтып тұрғанын айтады. 12-ші сұрақ. Барлық сөздері тасымалданатын сөйлем. А. Ақылдың бәрі жастан шығады, асылдың бәрі тастан шығады. Б. Баламай, тәттінің де дәмі азая бастады ғой, депті сол қария. С. Балам, ақыл кімнен шығады, асыл неден шығады? Д. Өлшедім, өтірік пен шындықтың арасы 4-ақ елі. Е. Балам, өтірік пен шындықтың арасын өлшедің бе? Барлық сөздері тасымалданатын сөйлем дейді. Тасымалдың ережесіне оралатын болсақ, ол жерде қандай сөздер тасымалданбайды? Есімізге түсіреміз. Енді өлшем атаулары қысқарған сөздер бұл жерде жоқ. Сондықтан біз білетін бір буынды, кейде екі буынды сөздерде тасымалданбайды. Соны қараймыз. Ақылдың бәрі бұл жерде дұрыс жауабы негізі А болады, өйткені барлық сөздер тасымалданады. Ақылдың бәрі жастан шығады, асылдың бәрі тастан шығады. Енді Б вариантына келеміз. Бұл жерде қандай сөз тасымалданбайды? Әрине бір буынды сөздерді іздейміз. Мысалы, Б нұсқасында баламай, тәттінің де дәмі азая бастады ғой дегенде ғой, және депті сол деген бір буынды сөздер тасымалданбайды. С нұсқасында балам, ақыл кімнен шығады, асыл неден шығады дегенде ақыл және асыл деген сөздер тасымалданбайды. Д нұсқасында өлшедім, өтірік пен шындықтың арасы 4-ақ елі дегенде пен деген жалғаулық тасымалданбайды. Еде балам, өтірік пен шындықтың арасынан өлшедің бе дегенде де пен бір буынды сөз тасымалданбайды. 13-ші сұрақ. Сөз тудырушы жұрнағы бар сөйлем. А. Жас күнде адамда күш қайрат көп болады деген сөйлемде сөз тудырушы жұрнақ жоқ. Б. Сәукеле жайында ауыздан ауызға, елден елге тараған әңгіме бар дегенде де көріп тұрған жоқпын. С. Аманай ес білгелі Сәукелені де, ол туралы қызық әңгіме де біледі. Мұнда да жоқ. Д. Бұл жолы да Сәукеле жайлы аңызды асықпай отырып жыр етіп еді. Бұл сөйлемде де жоқ. Ежелден Е нұсқасында ежелден ұйқысы қатты Әлимаға бұл түн мазасыздық әкелді дегенде, жақсылап қарасақ, мазасыздық деген сөз тудырушы жұрнақ арқылы жасалып тұр. Келесі. 14-ші сұрақ. Сын есімнің сөйлемдегі қызметі. Ерте күн, ертегідей, ерке күн ғой. А. Бастауыш. Б. Баяндауыш. С. Анықтауыш. Д. Пысықтауыш. Е. Толықтауыш. Сын есімді іздейміз. Сын есім ертегідей, тайдей деген сын есім жасаушы жұрнақ арқылы жасалып тұрған сын есім. Әрине, қандай деген сұраққа жауап беру арқылы сөйлемде анықтауыш болады. С нұсқасы дұрыс. 15-ші сұрақ. Бағының қысыңары күрделі сөзден болған сөз тіркесі. А. Бұйымдарын жинай бастады. Б. Мал керек болса. С. Түні бойы көз ілмеді. Д. Қорыққаннан селк ете түсті. Е. Секіруге құмар болдым. Бұл жерде сөз тіркестері тексереміз. Бағыныңқы деген бізде білеміз, бағыныңқыдан басыңқыға сұрақ қойуға болады, сөйтіп тексеруге де болады. Мысалы, жинай бастады, не істей бастады деп сұрақ қойсақ, ол әрине бағыныңқыдан басыңқыға сұрақ қойылса, ол күрделі болып табылмайды.
Ал мал керек болса, бұл онсыз да күрделі емес. С. Түні бойы көз ілмеді. Дұрыс жауабы С. Көз ілмеді. Көз ілмеді дегенде ілмеді не деп сұрақ қоя алмаймыз. Өйткені бірақ қана сұрақ қойылып, күрделі сөзден болып тұр. Енді Д қорыққаннан селк ете түсті. Бұл жерде неден жасалып тұр? Еліктеуіш сөзден жасалып тұр. Еде секіруге құмар болдым. Құмар болдым. Неге секіруге? 16-шы сұрақ. Матаса байланысқан сөз тіркестері. А. Жұмабай келді, мен сұрадым. Б. Сабақта айтты, оқиғаны баяндады. С. Дауыстап сөйледі, жақсы оқиды. Д. Ерте келді, кеш түсті. Е. Ана құшағы, кітаптың қызығы. Матаса байланысу лексептік арқылы жасалатын. Бәріміз білеміз. Сондықтан дұрыс жауабы Е болады. Кітаптың қызығы. Ал кейде лексептік жасырын түрінде де келеді. Соны да есімізде сақтаймыз. Мысалы, ана құшағы. Ананың құшағы дегендегінің жасырын түрде тұр. 17-ші сұрақ. Полисемия қатысқан сөйлем. А. Төркіні жақынның төсегі жиналмас. Б. Қолымды сырып кетті. С. Ол атқа қонды. Д. Ораз бастаған топ елік атып алды. Е. Ол маған сырын айтты. Полисемия дегеніміз не? Поли көп, семия семантика, мағына деген. Демек көп мағыналы сөздерді полисемия дейміз. Бұл жерде дұрыс жауабы төркіні жақынның төсегі жиналмас. Осындағы көп мағыналы сөз төркін. Сөздің төркіні, келінің төркіні деп айтуға болады. Бірнеше мағынада болғанда. Бұл сөз бір сөзден таралған сөздер болып табылады. Ал енді полисемия мен басқа нұсқаларына қарасақ, полисемия мен негізі көп оқушылар амонимді шатастырады. Сондықтан басқа нұсқаларда қол, сосын қандай сөзі бар? Ат дейді. Сондай сөздер кездесіп тұр. Д вариантында ату, С вариантта ат, Е вариантында амоним көріп тұрған жоқпын. Полисемияда көріп тұрған жоқпын. Енді ат. Мысалы ат дегенде, мысалы мылтықпен ат дегенде ат етістік, ал атқа қонды дегенде ат зат есім. Демек амоним полисемиядан айырмашылығы әртүрлі сөз таптарынан болуы мүмкін, және екі сөздің арасында мағыналық жақындастық болмайды. Ал полисемияда көп мағынада мағыналық жақындастық болады. Мысалы, басқа сөзбен мысал келтірсем, адамның басы және өзеннің басы дейді. Бұл жерде немесе сабақтың басы бір сөзден таралған, бір сөз табына жататын сөздер. 18-ші сұрақ. Бұл үндестігіне бағынбай тұрған қосымша. А. Жолаушылар. Б. Бұлттардың. С. Айлакер. Д. Тұлпарлар. Е. Турашыл. Бұл үндестігіне бағынбай тұрған қосымшамыз дұрыс нұсқасы С. Айлакер. Айла шуан. Кер жұрнағы жіңішке араб тілінен енген. Бұл үндестігіне бағынбайтын жұрнақтың бірі болып табылады. 19-ші сұрақ. Қала қалың жасыл ағаштарға бөленіп, үйлерінің мұржалары да жапырақтар арасында жасырынып көрінбей, тау етегінде жататын. Есімше жұрнағы етістіктің қандай шағын жасап тұрғанын көрсетіңіз. Бұл жерде А. Жетел өткен шақ. Б. Ауыспалы осы шақ. С. Ауыспалы өткен шақ. Д. Бұрынғы өткен шақ. Е. Мақсатты келер шақ. Бұл жерде етістігіміз тау етегінде жататын, жат, атын. Демек атын етін есімше жұрнақ арқылы
қандай шақ жасалып тұр? Әрине, С нұсқасы ауыспалы өткен шақ. 20-шы сұрақ. Жақсыз сөйлемді анықтау керек. А. Арлы, ақылды адам мақтанды, өзімшілдікті білмейді. Б. Мейірімділік, қайырымдылық ақжүректіліктен шығады. С. Барлық адам адал еңбек етеді. Д. Білімсіз, ғылымсыз өнер табылмайды. Е. Бар байлықты адам баласының керегіне жарату керек. Жақсы сөйлем өзіміз білеміз, ешқандай ол жерде бастауыш болмайды. Бұл жерде сондықтан арнайы өзінің ережесі бар. Көбінесе олар қалаурай жұрнақтары арқылы жасалады және атау барыс тұлғадағы тұйық етістік формасындағы етістік және керек, жөн, тиіс арқылы жасалады. Сондықтан бұл жерде дұрыс жауабы Е болады. Ары қарай кеттік. Келесі біздің сұрақтарымыз енді бір жауап емес, бір немесе бірнеше жауапты талап ететін сұрақтар. 21-ден басталады. 21-ші сұрақ. Үлкен деген мағынадағы диалект сөздер. А. Әйтік. Б. Көпшік. С. Кәсе. Д. Кеуіл. Е. Жар. Ф. Кеуірт. Ж. Сүгірет. H. Нән. Үлкен деген мағынаны білдіретін сөздеріміз А. Әйтік және ең соңында H. Нән болады. Бұл әйтік деген солтүстік өңірде айтылады, ал нән деген Ақтөбе өңірінде айтылатын үлкен деген мағынадағы аймақтық диалектілік сөздер болып табылады. 22-ші сұрақ. Бірыңғай ұяң дауыссыз дыбыстардан құралған сөздер. А. Жезде. Б. Өрнек. С. Қайың. Д. Ақыл. Е. Сөзшең. Ф. Парасат. Ж. Дастан. H. Мерей. Бұл жерде дұрыс жауап А. Жезде. Ұяң дауыстар Ж, З, Д. Қалған сөздерде аралас келеді. 23-ші сұрақ. Септік тұлғасындағы толық мағыналы сөздермен тіркесетін шылаулар қатары. А. Себебі, пен. Б. Таман, бірге. С. Шейін, және. Д. Арқылы, үшін. Е. Әрі, сондықтан. Ф. Сияқты, алайда. Ж. Ғой, мен. H. Бірақ, дегенмен. Бұл жерде септік тұлғасында тұратын сөздер деген шылаулардың аты бар. Септеулік деген. Сол үшін септеулік пен септік жалғаулармен байланысты деген сөз. Дұрыс нұсқасы Б. Таман, бірге. Тексереміз. Қандай септік арқылы жасалады бұлар? Мысалы, сағат 3-ке таман дегенде 3-ке бар септігінің септеулігі және бірге. Досыммен бірге киноға бардым. Кіммен? Көмектес септігі. Екінші дұрыс нұсқасы шейін септеулік С нұсқасындағы септеулік болғанмен және ол жалғаулық келеді, сол үшін дұрыс емес. Д вариантында арқылы және үшін. Бұларда септеулік, бірақ атау септігінің септеулігі жалғаулары жоқ, бірақ септеулік, сол үшін Б дұрыс болады және Д дұрыс болады. Ары қарай тексереміз. Е. Әрі және сондықтан олар бізде жалғаулықтар. Ф. Сияқты, алайда бұларда жалғаулықтар. Ж. Ғой, мен, демеулік және жалғаулық. H. Бірақ, дегенмен. Бұларда жалғаулық. А нұсқасында себебі және пен. Бұларда жалғаулық. Демек, дұрыс жауабы Б. Септеулік. Д. Дұрыс және демек
Б дұрыс және Д дұрыс. Бұл осы екі нұсқасы ғана дұрыс екен. 24-ші сұрақ. Ишарат одағайлары: А. Түх, Б. Қап, С. Пырс, Д. Пах, Е. Тәйт, Ф. Пәлі, G. Жә, H. Тек. Ишарат одағайлары бар, және бізде жекіру одағайлары бар, және көңіл күй одағайлары бар. Осындағы ишарат одағайлары деген не? Ишарат одағайлары біреуге бұйыру, ишара білдіру мағынасында қолданылады. Олар бізде тәйт, жә және тек. Демек, Е нұсқасы тәйт, G нұсқасы жә және H нұсқасы тек. Ал қалғандарын қарайтын болсақ, олардың бәрі көңіл күй одағайларына жатады. 25-ші сұрақ. Даралаушы қызмет атқаратын тыныс белгілері дұрыс қойылған сөйлемдер. А. Елдің амандығын айттың ба? Деген сұраулы сөйлем болып тұрса да, ол жерде сұрақ белгісі емес, нүктеге қойылған, дұрыс қойылмаған. Б. Біз тамақ ішуге келді дейсің бе? Дегенде дұрыс қойылған. С. Шешелерің қалай жіберді сендерді? Дегенде сұраулы сөйлем, бірақ нүкте тұр, дұрыс емес. Д. Жанбай ата бізді қуана қарсы алды. Дегенде леп белгісі тұр. Бұл жерде нүкте болу қажет. Хабарлы сөйлем өйткені. Е. Армысың табиғат ана, туған жер. Қуанышты білдіріп айтылып тұр. Демек, леп белгісі дұрыс қойылып тұр. Ф. Қарақтарым, үлкен жігіт болыңдар. Бұл жерде үлкен жігіт болыңдар деп бұйыру мағынасында айтылып тұрған. Демек, леп белгісі болу керек, бірақ сұрақ дұрыс, ол үшін дұрыс емес. G. Шаршап қалған боларсыңдар. Дұрыс. H. Тентек көзендер тасығалы тұр. Дегенде леп белгісі тұр. Бұл жерде леп белгісі болмау керек. Дұрыс емес. Сонда дұрыс жауабы B, Е және G. 26-шы сұрақ. Синонимдік қатарлар. А. Көңілі толу, мадақтау. Б. Қорғау, паналау. С. Серттесу, анттасу. Д. Тұтату, ояту. Д. Күш алу, демалу. Ф. Емделу, сауығу. G. Мақтану, өтірік айтпау. H. Таңдау, талдау. Дұрыс нұсқасы С. Серттесу, анттасу синоним. Содан кейін күш алу, демалу болмайды. Ф. Емделу, сауығу бір мағынада тұр. Синоним болады. Демек, дұрыс жауаптары С және Ф. 27-ші сұрақ. Негізгі зат есімдер қатары. А. Көз, жүз, келбет. Б. Жүзім, шие, бөрік. С. Тоты құс, бүркіт, тырна. Д. Мектеп, қалам, ақыл. Е. Ағаш, байлық, жеміс. Ф. Қуаныш, сезім, білімділік. G. Атазаң, саябақ, гүл. H. Сәбит, ақтөс, алатау. Негізгі зат есім сөздің өзі, ол жерде жұрнақ болмау керек. Немесе екі түбіден тұрған сөз болмау керек. Дұрыс нұсқасы А. Көз, жүз, келбет. Б нұсқасы да дұрыс. Жүзім, шие, бөрік. Және Д нұсқасы мектеп, ақыл, қалам. Енді қалғандарын тексеретін болсақ, мысалы С нұсқасында тоты, қос, екі сөзден тұр. Е нұсқасында байлық деген сөз, мысалы бай және лық, жұрнақ алқыр жасап тұр. Сосын F
нұсқасында білімділік деген жұрнақ арқылы жасалып тұр, сезімде жұрнақ арқылы жасалып тұр. Туынды сөз. G саябақ, күрделі сөз. H ақтөс, күрделі сөз. Алатау да күрделі сөз. Демек дұрыс жауабы А және Б және Д. 28-ші сұрақ. Мекен пысықтауыш болатын үстеулер. А. Әрең. Б. Төмен. С. Жаппай. Д. Үнсіз. Е. Ілгері. Ф. Амалсыздан. G. Таңертең. H. Шапшаң. Дұрыс жауабы Б. Ол төмен қарай кетті. Қайда кетті? Екінші дұрыс жауабы Е. Ілгері. Ілгері, ол ілгері қарай кетті деуге болады. Қайда кетті? Ілгері қарай кетті. Енді осы екі жауап дұрыс екен. Қалғандарын тексереміз. А нұсқасы ол әрең келді. Қалай келді? Сын қимыл. С нұсқасы олар жаппай олжас туралы әңгіме қылды. Мысалы, қалай әңгіме қылды? Жаппай сын қимыл. Д. Ол үнсіз отырды. Қалай отырды? Сын қимыл. Амалсыздан. Ф. Ол амалсыздан. Себеп салдар. G. Бүгін таңертең келдім. Мезгіл үстеу. H. Шапшаң жүгіріп кетті. Қалай жүгіріп кетті? Сын қимыл үстеу болып табылады. Келесі бізде 28-ші, 29-ші сұрақ. Баяндауыш қызметін атқарып тұрған зат есімдер. А. Ер жолдасы Тәуекел. Б. Қыздың белбеуі қызыл. С. Лашын әртүрлі болады екен. Д. Шыңғыс Шоқанға ойлана қарады. Е. Аттылы жігіттің үні де зор екен. Ф. Қараңғы түн басталды. G. Ағасы студент. H. Артына мол мұра қалдырған. Біріншіден біз баяндауыш табуымыз керек. Және ол баяндауыш зат есімінен жасалу керек екен. Бір жақсы баяндауыштың орны бізде тұрақты, әрқашан соңында тұрады. Сол үшін соңғы сөздерге қараймыз. Тәуекел, қысыл, болады екен, ойлана қарады, зор екен, басталды, студент, қалдырған дейді. Демек, дұрыс жауабы А. Тәуекел зат есім және бастауыш, баяндауыш, кешіріңіз. Ал дұрыс нұсқасы А болады. Содан кейін екінші нұсқасы қызыл бізде сын есім, болады екен етістік, ойлана қарады, қарады етістік, зор екен, ол да көмекші етістік тұр соңында, зор екен, басталды етістік, G. Ағасы студент, студент зат есім және баяндауыш. Дұрыс жауабы А нұсқасы және G нұсқасы. Ал енді H нұсқасында қалдырған ол да етістік. 30-ші сұрақ. Күрделі ойды білдіріп тұрған сөйлемдер. А. Ауыл жігіттері ақсақалдардың алдынан сәлем бере шықты. Бұл жерде ешқандай сөйлемдер бөлініп тұрған жоқ. Жай сөйлем. Демек, күрделі ойды білдіріп тұрған жоқ. Б. Қысқа жіп күрмеуге келмейді, дегенмен байқап көруге болады. Күрделі ой қарсылықты мағынаны білдіріп тұр. Қарсылықты салалас, құрмалас. Келесі. Дұрыс нұсқа болып табылады. Б. С. Бақтығұл қанша шынын айтса да, болыстың көңілі жібімеді. Бұл жерде енді салалас емес, керісінше сабақтас, құрмалас. Қарсылықты сабақтас, құрмалас.
айтса да өтір қойыпты, болыстың көңілі жібімеді. Бұны да күрделі ойды білдіретін сөйлемге жатқызамыз. Д нұсқасы: ол жауап қатпаған соң ойын сан-саққа жорыды. Бұл жерде де екі күрделі ой сабақтас құрмалас, соның ішінде жауап қатпаған соң ойын сан-саққа жорыды. Дұрыс жауапқа жатады, өйткені күрделі ойды білдіріп тұр. Демек, бұл жерде бізде дұрыс Б, С және Д. Енді қалған нұсқаларын тексеріп көрейік. Е нұсқасы: Шайзада өксіп-өксіп қатты жылаған түнді еді ғой. Жай сөйлем. Ф. Жақсы дос жақсылыққа, адалдыққа жетелейді. Жай сөйлем, бірыңғай мүшел жай сөйлем. Сол үшін өтір тұр. Ж. Абай, Мағаш, Әбіштерді бүгін үйіне шақырған болатын. Бұл жерде де жай сөйлем. Бірыңғай мүшелі. Аш. Алғашқы кезекті естеміз күйші өзі алып тартып бастады. Бұл да жай сөйлем. Сонымен дұрыс нұсқалы 30-шы сұрақта дұрыс нұсқаны тағы бір рет қайталаймын. Б, Д және С нұсқасы. Осымен оқушылар 30 сұрақты біз талдадық. Осы тестте септеулік, жалғаулық, шылауларға байланысты сұрақтар кездесті. Соларға қатысты менде дайын видеолар бар. Көрем десеңіздер, каналға жазылсаңыздар, бірден тауып аласыздар. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.